Ал қайырлы күн достар, бүгін бір жерге келдім. Білмеймін, келіншегім 2-3 күннен бері бір сыйлық жасайын деп, сонымен не сыйлық жасайды екен деп соны білейінші деп келдім. Қазір енді не болса да көреміз. Негізі сыйлық деген жақсы нәрсе ғой, бәріміз сыйлық жақсы көреміз ғой, сол күтіп жүрмін қазір не болады екен, қалай болады екен деп. Көрген шығарсыз, прям күшті настроение келе жатырмыз. Мақтанбай ақ қояйын десең, осыдай қайтып мақтанбайсың айтыңдаршы. Мен де әйелді құдай саған бере салған ғой Сол екеуміз баратын шығармыз, екеумізге ғой. Негізі путевканы мен тек Бексұлтанға ғана алдым. Қой, неге? Потому что мен өзімді ол жаққа баруға әлі емес деп ойлаймын, честно. Потому что енді ол үлкен ответственность сол үшін, білмеймін, ондай жаққа кішкене білімі бар, сонда оқыған адам ғана бару керек деп ойлаймын. Мен дайын болғанда бір Құдай берсе тағы бір барармын. Ой, жаным, қой, кімнің лайық емес екен, бір Алла біледі. Я тоже хочу с вами. Ты тоже хочешь с нами? Ты тоже пойдешь с нами. Только басқа. Ал енді өзімнің сыйлығым жайлы кішкене кішігірім бөлісіп кетейінші деп жатырмын. Честно, бірінші Меккеге путевканы алатын кезде қатты ойландым. Енді білесіздер, алдында білесіздер, біз путевкаға барып жүрген бір турфирма болды. Ол турфирмамен кішігірім недопониманиялар болды. Енді мен сыйлық қалып беріп күйеуімді жіберіп жатқаннан кейін мен оның максимально комфортный условияда барғанын қаладым. Сол үшін люкс пакет таңдадым, самый күштісін таңдадым. Өзі отдельно бір бөлмеде жататын болады. Солай енді барғаннан кейін рахаттанып қайтсыншы дедім. Бір жағынан енді қажылық, екінші жағынан енді ол жағы ыстық болғаннан кейін өзінің комфортымен деп. Сол, қазір мен Қазақ Умра деген жерден алдым ғой, бұл жерде 60 мың адам уже барып келген екен. Шымкенттен, Алматыдан тікелей рейсі бар. Одан кейін бұл жердің бір жақсылысы, туристарға прям такое хорошее отношение, отзывтарын қарадым, парақшасын зерттедім. Барлығын, в общем, от-и-до тексеріп, барып, қаншама адамдардың отзывын көріп, барып қана алдым. Өйткені күйеуіме я хочу самое лучшее.